Құрметті біздің рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің ұлтқа қызмет айдарының қадірлі қонақтары, тыңдармандары, оқырмандары, бүгінгі біздің тікелей эфирде қонағымыз тарих ғылымдарының кандидаты Нұрсахан Ахметқызы Бейсенбекова, Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің профессоры, тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының директоры, ұлт жанашыры, қайраткер, қадірлі апайымыз, ұстазымыз. Қазір мынау кісі қосылады бізге, үлкен кісі. Қазір мына қосылу керек. Шығып кетіп қайттан қосылу керек осы. Қосыла алмаймын енді. Қазір шығып кетсін, сосын қайттан кірсін. Қазір мен оқысыға. Алло, ағатай. Сіз қайттан стать гостем дегенді басу керек. Стать гостем дегенді басыңыз. Бастыңыз ба? Аха, все. Болды. Амин. Қайырлы кеш. Құрметті ұстазым, ардақты апайым, бүгінгі ұлтқа қызмет айдарының қонағы, жаңа өзіңіз жоқтада таныстырып жатырмын. Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің профессоры, ғалым, қоғам қайраткері, ұлт жанашыры, ұстазымыз Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызы. Қош келдіңіз, апай, бүгінгі тікелей эфирімізге. Рахмет, қайырлы кеш. Кеше ғана өзіңіздің мерейлі тойыңызды атап өттік. Бүкіл облыс әкімінен бастап, вице-премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа дейін, бүкіл университеттің ректорлері, мектеп директорлері, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін өзіңізге құрмет көрсетті. Бұл сіздің осы бар саналы ғұмырыңызды ұлтымыздың саналы ұрпақ тәрбиелеудегі қажырлы қайрат еңбегіңіздің жемісі деп білемін. Сондықтан бүгінде біздің осы рухани жаңғыру жобасының жаңағы ұлтқа қызмет айдарына қатысып өз ойыңыз пікірге келгеніңізге рахмет айтамын. Сондықтан бұл тақырыптағы сұхбат біздің мақсат жалпы рухани жаңғыру идеясын насихаттау, рухани жаңғырудың жалпы бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде білім ордаларында алатын орны, рухани жаңғырудың жалпы болашақта бағыт бағдардың дамуына қандай игі шаралар ықпал етеді, сол туралы әңгіме қозғамақпыз. Сондықтан сізді таныстырып, сіз туралы айтып жатудың өзі мына оқырмандарға, тыңдарманға артық шығар деп ойлаймын. Сондықтан бірден сіз өз жұмысқа кіріскен жақсы көруші едіңіз ғой. Өзіңіздің ойыңызды бөлісе отырсаңыз, жалпы осы тарихқа, ғылымға қалай келдіңіз? Өзіңіздің туған өлкеңіз туралы, қасиетті жетісу төңірегі туралы өзіңіздің біраз ой пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Рахмет.
Кеш жарық, құрметті тыңдаушылар, көрермендер. Рахмет Айтбай мырза. Шындығында тарихты тұлғалар жасайды деген ұстаным менің өмірімнің кредосы болды. Мен өзімнің өмірімді екі кезеңге бөліп қарағанды дұрыс көрем. 46 жыл ұстаздық қызметімді екі топқа бөлсем, біріншісі 16 жыл кеңес үкіметінің кезіндегі шәкірттер тәрбиелеу, қалған 30 жылы тәуелсіздікпен бірге 30 жыл тәуелсіздік кезіндегі ұрпақты тәрбиелеу болып бөлінген екен. Ал енді тарихқа келуімнің өзі, мен бір мақалам бар еді, анам айтқан тарих деген. Сол әкемізден ерте айырылғанда анамыз 35 жаста 3 бала қалған екенбіз. Ағамыз 7-де, апамыз 3 жаста, мен 1 жаста қалған екем. Содан шешеміз халық жауының әйелі деген сөз ол кісінің артынан көп уақытқа дейін, 50-ші жылдарға дейін қалмаған, хотя екінші рет тұрмысқа шығып, біз екінші әкемізден туғанымызға да қарамастан артынан қалмаған екен. Сол кісінің айтатын әңгімесі, үкімет елге 28 жылы келді дейді. Мен айтам, жоқ, үкімет деп отырған кеңес үкіметі ғой. Ол 18 жылы келді десем, біздің шешей бой бермейді. Жоқ, 28 жылы келді деп. Сөйтсем, ол 28 жылы жана байларды конфискациялау, тәркілеуді айтады екен. Өйткені ауқатты әкесі болған, сонда ауқатты деп отырғаны 10 сиыры, жаңағы 5-6 қойы болған қазақтың бәрін ауқатты деп тәркілеген ғой. Сондай малды алып кеткен кезде шешеміз үкімет деп айтады екен. Міне сол ашаршылықты көргені, әкеміз жөніндегі айтқаны біздің құлағымызда қалып қойды. Сөйтіп тарихшы болуды өзім бала кезден айттым. Оның үстіне менің сестрам да сол тарихтан бір сүрінген кездері болды. Соның бір кегін алам деген балалық бір арман болды. Вообще өзім жас кезімде журналист болғым келетін. Кішкене өлең жазатын сондай. Бірақ сондай екі үлкен оқиға мені осындай бағытқа жіберді. Мен өкінбеймін, өмірде мамандық таңдаудан және жар таңдаудан жолым болды деп ойлайтын адамын. Ал енді жаңағы сұрағыңызға байланысты, мынау рухани жаңғыру деген мен үшін бұл керемет бір өмірлік ұстаным. Мынау тәуелсіздіктің алғашқы жылы, бірінші былтыр кеше ғана 30 жылдығы болды ғой. 90 жылдың 25 қазанындағы тәуелсіздік жөніндегі декларация болған кезде шындығында да қара жерді құшақтап жыламасақ та кереметтей қуандық, шәпкемізді аспанға атқыладық, өйткені тәуелсіздік алдық деп. Мен сияқты түсті де қазақша көретін қазақтың қызына тәуелсіздік алып, өзінің ана тілінде дәріс оқитын мүмкіндік туғанға мен керемет қуандым. Бүгінге дейін соны тауба деймін. Әлеуметтік желілерде және былай кездескенде менің замандастарым қазіргі үкіметті сынайды, керемет деп пікір айтады. Сында дұрыс шығар, бірақ менің ойымша бізге тәубашылықпенен салыстырмалы тарих керек сияқты. Кеше кім едік, бүгін кім едік деген сұрақты үнемі қойып отырам. Совет үкіметі кезінде біз қандай өлең айтып өстік, бүгін қандай өлең айтып жүрміз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз деген өлеңді айтқан ұрпақпыз біз. Қазір міне аңсаған бағам, аңсаған елім деп. Немесе көк тудың желбірегені жаныма қуат береді деп. Міне осындай өлеңді айтқызған тәуелсіздіктің декларациясы 16 желтоқсан конституциялық заңның қабылдауы менің өмірімді бір жолата өзгертті. Оғанға дейін әрине тәуелсіздік жөнінде, азаттық жөнінде естіп жүрдік. 86 оқиғадан жылғы желтоқсан көтерілісінен кейін біздің факультетте үлкен бір әңгіме болды. Кім қазақ тілінде Ресейдің тарихын оқиды деп. Әрине қазақ тілінде оқулық жоқ кезде көптеген әріптестеріміз бұдан бас тартты. Сонда мен қолымды көтеріп сол кездегі деканымыз Кали Жуашқа айтқан едім. Маған беріңізші, мен оқиын деп. Сөйтіп мен Ресейдің капитализм дәуірін, Ресейдің феодализм дәуірін және тарихты оқытудың әдістемесі дегенде мен қазақ тілінде оқуды бірінші қолға алдым. Оқулық жоқ болса да мен соны күні-түн отырып аударып жүріп жазып, сондай бір кереметтей қуанатынмын. Өзімнің білімімді шәкірттеріме бергеніме қуанатын. Қанша дегенменен басқа тілде біз еркін ойлай алмайтын адамбыз ғой. Мен бүгінге дейін орысша керемет білемін деп айта алмаймын. Мысалы, мен өзімнің айтып отырмын ғой, түсті де қазақша көремін. Сонда мен ана тілімде еркін сөйлейтін осындай тәуелсіздіктің алғанына керемет қуанам. Енді рухани жаңғыру деген мен үшін содан басталды. Менің рухым оянды, мен бабаларым туралы айта алатын болдым. Мен студенттерді өзімнің халқым деп есептеймін. Болашақ халық біздің студенттеріміз ғой, бүгінгі шәкірттеріміз. Сонда мен халыққа қызмет жасап жүрмін бе десем,
Мен студенттерге қызмет жасап жүрмін. Өйткені олардың білгені, олардың көзінің жанары маған күш береді, қуат береді. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, жақында ғана мерейтой болды деп. Қыздың жасын жасырады дейді, мен жасырмаймын. Аллаға тәуба деймін. 70 жасқа келіп, мен студенттеріме осындай тәрбие, тәлім бере алатыныма қуанамын. Мен тәрбие, тәлімді, қызметті қалай берем деген сұрақты өзіме қоям. Мен қазақтың мақал мәтелдерін айтып отырам. Сол арқылы тәрбие бергім келеді. Қазақта дене тәрбиесі деген болды деймін балалар еді. Ол қалай? Физкультурамен айналысты ма деп сұрайтындар. Мен айттым, туғаннан сенің анаң сені өс деп сылайды ғой, сипайды ғой. Бұл дене тәрбиесі деп айтам. Ән айтып отырады бесікте, бұл саған эстетикалық тәрбие деп. Басыңа сәукеле кигізеді, беліңе белбеу байлайды, бұл да сұлулыққа тәрбиелейді. То есть қазақтың ұлттық педагогикасынан нәр алсақ, біз болашақта да өзімізге сенімді ұрпақ тәрбиелей аламыз. Міне осы тұрғыдан алғанда да, яғни тәуелсіздіктің бергені, рухымызды көтерген осы деп ойлаймын. Екінші бір айтайын дегенім, кешегі отаршылдардың атының тұяғының астында тапталып қалған шаңырағымызды ел таңбаны қылып көтергені керемет жаныма рух береді, шынын айтсаңыз. Бесік те, шаңырақ та солардың атының астында қалды, атының тұяғының астында қалды. Бүгін ол біздің ел таңбамыз. Оған құрметпен қарау, соған табыну деген ол әлгі кейбір әріптестерім әлеуметтік желіде жазады екен. Санасы ада, жақсы тарихшылар келсе екен деп. Келсін, мен оған қарсы емеспін. Менің санам идеологиядан ада емес деп айта алмаймын. Мен идеологиядан, тіпті саясаттан тысқарымын деп айтсам, мен қайтадан сол саясатқа келеді екенмін. Өйткені мен мемлекеттің идеологиясын түсіндіру үшін мамандық алдым ғой. Кезінде коммунистік партияның идеологиясын түсіндірген 16 жылымды мен осы соңғы 30 жылымда неге түсіндірмеске? Менің бала кезінде бізге бір сабақ берген, Казгуде оқығанда. Ол кісі мынандай сабақтан берген, жаңа тарих деген, батыстың жаңа тарихы. Новая история Запада. Аяғы ақсақ еді, балдақпен жүретін кісі еді. Сол кісі Джон Кеннедидің сөзін келтіріп отыратын сабағын үстінде. Елім маған не береді деп сұрамаңыз, мен еліме не берем деп сұраңыз деп. Міне осы қанатты сөз әлгіге дейін мен не берем деп ойлаймын, мен не беріп жатырмын? Кешегі өзің айтқан құрметтің барлығын мен өзімнің бір мықтылығымнан алған жоқпын. Оған сол құрметті мына шәкірттің арқасында, солардың мені ғана дәрісімді, еңбегімді бағалаған деп ойлаймын. Олар мені аспанға көтерді. Сондықтан да мен қазіргі биік қызметте жүрген шәкірттерімнің бәрімен мақтанам. Олардың жүрегінде менің бір дәрісімнің қалғанына өзім қуанамын. Сөйтіп олардың рухын оятқаныма қуанамын. Менің оқитын курстарымның өзі мынау Қазақстан тарихының отандық тарихнамасы. Ал отандық тарихнама деген не? Қазіргі жастарға айтатын. Біздің тарихымызды келімсектер жазды ғой. Немесе жаңағы бір экзотика көрген адамдар жазды ғой. Мынау Махатма Гандидің сөзі бар екен. Мен сырттан келген мәдениеттің еліме кіргенін жақсы көрем, бірақ ол мәдениеттің мені сүріндіргенін қаламайым депті. Міне қазір жаһандану заманында келіп жатқан мәдениет, келіп жатқан өнер бүгінгі жастардың миын уламас екен деп. Сөйтіп мен ұлттық құндылыққа тәрбиелеуге қызмет жасап жүрмін деп ойлаймын. Ол қызмет үшін мен шаршадым, немесе мен осы көп сағат оқыдым деген сөзді айтқан ұстаздармен де мен келісе алмаймын. Өйткені сенің миссияң өмірге келгендегі жанұяңдағы балаңды тәрбиелеу және алдындағы шәкіртіңді тәрбиелеу. Мен дәрісті қалай оқимын? Айтпай мырза. Мен мына онлайн оқу маған жанымды қинап жатыр. Өйткені мен студенттердің көзіне қарап тұрып оқимын да, солардың көзінен бір сәт басқа бір сезімді байқап қалсам, мен сабақты тоқтатып оларға видео айтатын едім. Пирожкиді ойладыңдар, лекцияны ары қарай оқымаймын деп. Басқа бір нәрсеге айтатын. Немесе интонацияны түзеймін, немесе басқа фактический материалдарға кетемін. Мен олардың көзін көріп отырып, жүрегіне жеткенді жақсы көредім. Өйткені менің ұстазым Бекмахановтың қызы Неля Ермұханова бізге бірінші курста сабақ берді. Бір сол кісінің сабақ берген методикасының жүрегімде қалды, ол 69. Сол кісімен қатар мына тарихи нені қараңыз, сәйкестікті. Соның әкесінің үстінен арыз жазған, жас аспирант болған Мұсатай Ақынжанов деген ағамыз сабақ берді.
тарихтың таразының басында екі қарама қайшы тұлға сабақ беріп отыр. Біреу Бекмахановтың үстінен арыз жазған адам, бірақ мықты тарихшы, қазақтың шығу тегін жазған адам. Екіншісі Бекмахановтың қызы. Сол екеуінің ортасында жүріп, біз Бекмахановтың кім екенін ашық айта алмаса да, қызының сабағынан ұғатынбыз да, сол 50-ші жылдардағы трагедияны дұрыс емес екенін, өзі бәлен жыл жер айдалып, сотталып жүріп қайта келген Жиреншин сияқты, жаңағы Ақынжанов сияқты ұстаздардан оқыған біздерге, мен ойлаймын, өмірде бір, орысша айтқанда, повезло дейді ғой, сондай бір жолымыз болды. Олардан үйрендік. Және менің үшінші ұстазым болды, Абу Сақтағаншы Тәкенов дейтін. Бұл кісі Қазақстанға жер аударылып келген, немесе азамат соғыс жылдарында тұтқынға түскен тұтқындардың Қазақстандағы жасаған еңбектері туралы монография жазған адам. Біз оны кейінде ғана білдік қой. Бірақ ол кісі соның барлығын айтатын. Мынау АРА деген американский жаңағы ұйым болған, аштыққа көмек беретін. Сол Қазақстанда қырылып жатқан халыққа қалай аштықта көмек бергені туралы дүниелерді айтып, бізді 30-шы жылдардағы трагедияны оқуға үйрететін ол кісі. Міне солардың дәрістерінен кереметтей өзіме бір конспект жаздым ба, әйтеуір неше түрлі дүниенің бәрін өзіме толтырып алдым, өйткені ол кезде қазақша кітаптар жоқ. Соның барлығын бүгінгі ұрпаққа беруге жанталасамын. Сол ұрпағыма жаңағы тәуелсіздіктің қадірін білсе екен деп, таразының басына салса екен деп. Сын айтуға жаны құмар жастарды, немесе менің замандастарды, менен жасы 20 жастан төмен замандастар бар. Енді мен өкшімді қасып келатқандарды айтып отырмын ғой. Соларға айтатыным, жастардың арасында сын айтқанда да бір сындарлы сын айтып, сол сынды айтып қана қоймай, соны түзетудің жолын көрсетсе екен деген ойда болам. Былтырғы жылы үлкен бір экспедициямен Жидебайда Абай бабаның басына барғанда, жол жөнекей талай әңгімелерді естідім. Сонда менің жүрегім ауырады. Айтатын жерде бар, айтпайтын жерде бар. Өзіңнің еліңді жамандағанда, өзіңнің патшаңды жамандағанда, баратын жерің бар ма? Мүмкін бар шығар, менде баратын жер жоқ. Мен осы жерде тудым, осы жерде өлем, бірақ өмірімнің соңына дейін Әлихан айтқандай, мен қазаққа қызмет қылуды ұстанымым деп есептеймін. Сондықтан менің студенттерім айтады, жазып қояды, менің кабинетімде тұрған сол сөзді іліп тұрады. Тірі жүрсем, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Ал мен тірі жүрсем, шәкірттеріме қызмет қылмай қоймаймын. Менің халқым, ол менің шәкірттерім. Олар ертең үлкен азамат болады. Сонда алған тәрбиені, жанұядан алған тәрбиесін, балабақшадан алған тәрбиесін, мектептен алған тәрбиесін жоғарғы оқу орнында арғырай толықтырса, әрине жоғарғы оқу орнында тәрбие беру басты шарт емес дейтіндер де бар. Жоқ, менімше қазақтың мына мақалын есте сақтау керек. Жеткенге де жетекші керек дейді. Өмір бойы маған ақыл берсе деп ойлаймын. Мен кейде сендерден ақыл сұраймын. Өйткені мен оған өзімнің қабілетім өрем жетіп тұрса да, соны дұрыс емес пе деп мен күмәнданам. Сондықтан жеткен адамға да ақыл беру дегеніңіз, ол өмір бойы, президент айтқандай, өмір бойы оқу керек. Өмір бойы оқу керек. Қаншама 5 жыл университетте оқып, 3 жыл аспирантурада оқып, 46 жыл сабақ беріп жүріп, мен білімімді 5-ке де бағалай алмаймын. Оны айтып отырған себебім, бір студентім маған бір күні дейді, пет практикада. Апай, сіз осы практикада 5 қоймайсыз, мен бәрін 5-ке біліп тұрмын ғой деп. Сонда мен оған айтқан сөзім, мүмкін дұрыс емес шығар сол кезде айтқан сөзім, бірақ мен оған былай дедім, мен өзім тарихты 5-ке білмеймін, саған қалай 5 қоям деп. Бірақ ойланып қалдым да айттым, ал жарайды, онда сен мынаны қайтала, мен саған 5 қояйын деп. Сосын мен оған 5 қойдым, ол бала айтады, жоқ апай, мен бұл 5-тен бас тартамын, өйткені сіз маған түсіндірдіңіз дейді. Менің білгенімнен білмейтінім көп екен деп. Ал мен мына өмірімде 46 жыл ұстаз болғанда менің білгенімнен білмейтінім көп екен. Өйткені кеңестік дәуірде көп дүниені оқи алмадық. Енді оқуға уақыт жетпей жатқан кезде жанталасып, Әлиханның 15 томдығын оқысам, Байтұрсыновтың 6 томдығын оқысам, Міржақыптың 5 томдығын оқысам, немесе Әлкей Марғұланның 10 томдығын оқысам, менде уақыт бар ма? Уақыт жоқ. Алла тағала тек қуат берсін. Сондықтан соларды оқуым керек. Мен бүгінгі студенттерге тәуелсіздік және елбасы деген дәрісті көп жерде оқимын. Соны менің замандастарым түсінбейді. Әлеуметтік желіде талай сын айтты маған. Сонша жаңағы
немене елбасына берілу, соншама елбасын қолдау деген сияқты. Мен ол сынды қабылдаймын, бірақ мен өмірімнің соңына дейін ол сын айтудан қолдаудан таймаймын. Себебі мен салыстырмалы түрде тарихты білемін. Орыстарда не бар жаңағы, крылатый сөз бар. История познается при сравнении деп. Өйткені мен 90 жылдың басын салыстырам. 10 кір сабын үшін әкем сотталып кетті. Бірақ мен бір кір сабын үшін талонға тұрған кездерімді еш уақыт ұмытпаймын. Бір бөтелке айран үшін 3 сағаттап тұрғанымды ұмытпаймын. Сондықтан тәубашылық жасап, әрине билік басында отырғандардың пендешіліктерін кешіре отырып, өйткені ондай пендешілік өзімде, орысша айтқанда, выше крыши дейді, басымнан асып жатыр. Міне, сол тәуелсіздіктің қадірін білуге шәкірттерімді үйретем, шыдамдылыққа үйретем. Ал сен енді сол тәуелсіздікті жетілдіруге өзің не істеп жатырсың деген сұрақты қойдырам. Тәуелсіздік мен үшін, немесе рухани жаңғыру мен үшін ол не? Тағы да қайталап айтсам. Ол бүкіл түрік әлемінде кеше совет дәуірінде Ағорда деген сөзді айта алмай жүрген кезде, тәуелсіздіктің арқасында Ағорда деген үлкен сарай салдырып, баяғы Махамбет айтқан, еңсесі биік Ағорда еңкеймей кірсем деп едім деген арманымның орындалғаны менің рухымды көтереді. Мен сол Ағордаға бір рет кірдім, өйткені соның бірінші президенттің музейін ашатын кезде, соны дайындап атқан кезде менің шәкіртім соның директор еді. Әрине, қазір айтуға болады, ол кезде жасырын түрде. Мен сол Ағордаға кіріп, конституцияны мен ақ киіздің үстіне тұрып, қолымды қойып, мен өзім ант бердім. Өмірім жеткенше тәуелсіздікті балаларға түсіндіріп өтемін деп. Оны суретке түсіріп, сосын шәкіртім айтады, апай, бұны жариялауға болмайды, өйткені музей әлі ашылған жоқ деп. Қазір музей ашылды ғой. Көрдіңіз бе? Сол Ағорда маған керемет рух берді. Сол президенттің тұрған ақ киізі, конституцияның кітабы тұрған, маған керемет рух берді. Міне осындай дүниелерді мен шәкірттерім айтсам, ол маған менің оларға қызмет істегеннің бір. Енді білімнен емес мінезден дейді ғой. Менің мінезім қандай? Менің жаным отаншылдық па, сондай студенттер күледі, алаш десе апайдың арқасы қозып кетеді деп. Неге екенін білмеймін. Тәуелсіздікке сағынып жүріп, қиыншылықты көріп жүріп жеткен тәуелсіздік болғаннан кейін ба, мен тәуелсіздіктің әрбір күнін, әрбір жасалған жетістіктерді қуанам. Мысалы, ақындар мен жырауларымыз, хандар мен батырларымыз, сұлтандарымыз қайда қалғаны белгісі жермен жексен болып қалды, иә? Тәуелсіздіктің арқасында солардың басына біз не салдық? Күмбездер салдырдық. Абайды, Шәкәрімді, Жәңгір мен Абылайды, Кенесары мен Махамбетті, Бұхар жау мен Ақтанбердіні, Айша биби мен Қорқытты басына барып қорықпай тәуіп ететін күмбездер салдырған үшін мен тәуелсіздіктің қадірін білуді үйретуім керек па, жоқ па? Мен ойлаймын, керек деп. Бұл менің парызым деп ойлаймын. Жаңағы өлеңді айтқаннан, содан кейін екінші бір тәуелсіздік не берді деген тағы сұрақты айтатын болсам, ордалы жерде орнымызды ала алмай жүрген қазақ едік қой. Біз қазір қандай жердік? Ордалы жерде орнымызды алдық. Ол 92 жыл наурыздағы біріккен ұлттар ұйымында барып, оның 47-ші сессиясында елбасының сөйлеуі, жаңағы Азиядағы өзара сенімділік пен ықпалдастық ұйымын құру жөніндегі айтуы, бұл қазақтың ордалы жерде орнын, олжалы жерде олжасынан айырылмаған, үлесті жерде үлесінен айырылмағандығын керемет бір дәлел емес пе? Олай болса, халыққа қызмет жасау деген, шәкірттеріме қызмет жасағанда осының мәнін түсіндірсем, мен босқа өмір сүріп жатпағанымды, өзім жатпадым деп солай деп ойлаймын. Енді тағы бір қараңызшы. Тағы да бір үлкен дүние, бізге тәуелсіздіктің арқасында мынаны қадірлеуді үйрену керек қой, иә? Нені? Елдің бірлігі деген дүние. Дүние жүзінің қазақтарының жаңағы құрылтайында 1992 жылдың 28 қыркүйегінде дүние жүзінің қазақтарын келіп құрылтай ашқан кездегі аэропорттағы қазақтардың түсе салып самолеттен жерді сүйіп жатқанын көрдім өзім, сонда бір жаққа ұшып баратқам Алматыға. Бұндай дүние жүрегіңді қалай тірілттірмес? Қалай сен рухыңды оятпасын? Тардай шашылып кеткен қазақ бауырларымыздың елге келтірудің басталуы. Әрине, бүгін ол жақсы келіп жатыр ма, жақсы болмай жатыр ма, ол басқа мәселе.
Бірақ осының бастауы тәуелсіздіктің арқасы ғой. Содан слайд жасаймын, соны студенттерге көрсетемін. Мен жалғыз студенттер емес, мектептерді аралап жүрем балаларды. Өйткені біздің кафедраның филиалдары бар мектепке. Сонда осындай әсіресе желтоқсанның 1-нің қарсаңында, сосын 16 желтоқсан қарсаңында міндетті түрде гостевой лекция оқуға барамын. Сол лекцияларымда осы мәселелерді айтам. Себебі не? Себебі тәуелсіздіктің арқасында рухтың оянуы. Енді қараңыз, шәкірттер бүгін нені білу керек, Айтбай мырза? Меніңше, елдің бірлігі, ынтымағы деген сөзді бір күнделікті бір кезекші сөзге айналдырып баратырмыз. Ынтымақ болу керек, тату болу керек деген. Кешегі Күлтегіннің жазбаларын қараңызшы. Күлтегінді түріктерді бірінші рет тірілттік дейміз. Жаңағы швед ғалымдары барып тауып, Орхон Енесейдің бауырындағы стелланың жазып, тасқа жазылған дастанымызды оқығанда, түрік тәңірі деген 2 сөзді оқығанда түрік тірілді дейміз. Ал соны өзіміздің Елордадағы Гумилевтің университетінің ортасына қойғанда, мен Гумилев университетіне барғанда сол тасты құшақтамай, соның қасында суретке түспей кетпеймін. Ол бір балалық емес, ол менің жан дүниеммен, өзімнің ішкі мінезіммен, жүрегіммен соның құдіреттілігін түсінгендігімде. Өйткені оны таста не жазып тұр? Бірлік туралы сөз жазып тұр. Тату болған кезде біздің халқымызды ешкім алмаған. Ал татулықтан айырылған күні біз неге тардай шашылдық. Сонда не дейді? Бірліктің жоғынан бек ұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды. Міне осы концепция, тұжырымдама бүгінгі күні біздің жастарымызға кім үйретеді? Ұстаз үйретпесе, тәрбиеші үйретпесе, мен сияқты 46 жыл өмірін сол студенттерді халқым деп соларға қызмет жасап жүрген мен сияқты миллион мұғалім бар. Солардың міндеті, парызы деп санаймын. Мен өзімді басқаша сезінбеймін. Соны ғана түсіндірем. Бұл ұлы жаңағы бірліктің символикасы, манифесі жазылған тас. Сол тасты ол Евразия университетінде тұрса, сондайдың көшірмесін Жұмабаев атындағы гимназияға қойдық. Алаш кабинетін аштық. Сол тасты құшақтап тұрып, қаншама оқушы қасында суретке түседі. Соның қасына барғанда олар бойларын тіктей түзеледі. Яғни біз халыққа қызмет жасаған бір нәтижесін солардың сол бір кішкентай қасиеттерінен көреміз деп ойлаймын. Соны әкеліп қойдырған халықтың үлкен азаматы, әрине президенттің тапсырмасымен ғой, Иманғали Тасмағамбетов бауырымызға мен үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені керемет тарихи дүние. Екінші бір мына мәселені қараңыз. Біз кезінде Құран оқуға, құрбан шалуға шошынып жүрген қазақ едік. Енді міне бізді имандылыққа шақыратын ақ мешіттерді қаншама салдырды. Астанада, Павлодардағы мешітті көргенде, Астанадағы Нұр Астана мешітіне немерелерімді алып барып отырып, соған жалаң аяқ нәскимізді шешіп, тәпішкемізді шешіп, аяғымызбенен жаңағы кіргендегі қадірлеуді кішкентай немерелерге үйрету. Соның қасында менің студенттерім жүреді. Сонда қандай бір рухани күш алады деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, қызмет жасау, рухани дүниені осы тұрғыдан түсіндіру керек. Және рухани жаңғыру деген үлкен, сіз сол офисті басқарып отырсыз. Рухани жаңғыру деген мемлекеттік бағдарлама 17 жылы. Елбасының осы бағдарламасы қазақтың ұлттық идеологиясын өлтірмеудің бірден бір бағдар шамы, барометрі. Мен солай деп түсінемін. Осыған дейін қаншама дүниелер, құжаттар қабылданды да, бірақ осы құжаттың құндылығы мемлекеттік стратегияға айналып кетуі бұл кездейсоқ дүние емес. Өйткені бұл халықтың жүрегінен орын тапты. Жүректен шыққан дүние жүрекке жетті деген сөз. Қараңызшы, өлгеніңіз тірілді дейді, өшкеніңіз қайта жанды дейді. Мен кім едім деген сұрақты алдымызға қоятындай жаңағы дәрежеге жеттік. Бұл бір ма? Екіншіден, ұлттық тәрбие беруге үлкен әрбір шығармаларында, әрбір еңбектерінде ұлы далалдың даналары деген шығармаларында керемет айтады өзінің еңбектерінде. Мен соған тоқталам. 99 жыл мен үшін, 97 жыл, 98 жыл тарихи құжаттар бар ғой. Бұл құжаттарды Айтбай мырза мен үшін бұл не десеңізші? Бұл біздің ұлттық тарихқа деген жанашырлық, президенттің жарлығымен саяси қуғын сүргіндерді
еске алу жылы, ұлттық тарих жылы, ұрпақтар сабақтастығы жылы. Сондай әрбір жылдың өзін бөліп беруі жылмен ғана шектелмей, оны бүгінгі күнге дейін жалғастырып келе жатырмыз біз. Мына сіз әдебиетшісіз, мен тарихшымын. Бұл нені білдіреді? Тарихтың тағылымынан сабақ алмасақ, болашақта біз зиян көретінімізді. Салыстырмалы түрде оқыту, үйрету бүгінгі кездегі меніңше әрбір ұстаздың, шәкірттің алдындағы міндеті, парызы. Мен үшін 40 жылдағы, 46 жылдағы әрбір шәкірт бүгін үлкен азамат болды олар. Ел басқарып отыр. Заңды шығарып жатыр. Жақында ғана мен үлкен бір құттықтау алдым. Ол Ақмола облысының сотының төрағасы Амиров Досжан деген азаматтан. 3 жыл оқуға түсе алмай жүріп, менің алдыма келіп, 2 сабақтан 5 алғандығын ол мақтанышпен жазады. Мысалы, кейбір азаматтар бұны өзіне сын санап, енді қазір ол үлкен дәрежеде отырған жігіт қой. Бірақ ол ұстаздың қадірін, ұстаздың әділ баға қойғанын, өзі сот болып отырғанда әділдік бағалап отыруы, бұл көптің сабақ алатын дүниесі деп ойлаймын. Сол баланың жүрегінде не қалған екенін айтайын ба? Ана несінде ұстазым менің ұстазым деген мақала жазыпты. Соның ішінде сол кісінің әділ бағасы, жаңағы әке шешең сені үйде күтіп отыр, сен оқуды жақсы оқуың керек деген сөз, қарапайым сөз оның жүрегінде қалған. Оқудың қадірін білетін. Мен асырамайсың, ертең өзің асырайсың деген сөздің оның жүрегінде қалғаны. Міне сондықтан да сіздің қойған сұрағыңыз рухани жаңғыру деген не десе, мен кімнің Абайдың сөзін айтқым келеді. Абай кезінде айтқан екен. Тегінде адам баласынан ақылы, ғылымы, ары, мінезімен ғана ерекшеленетін шығар деп. Көрдіңіз ба? Ондай болса, бүгінгі ұрпақтың ары қандай, мінезі қандай, ақылы қандай, олардың ертеңгі ерекшелігін осыны тани біліп, соларға бағыт берсек, босқа өмір сүрмегенбіз деп ойлаймын. Жақсы. Абай, жарты сағат жақсы ой айттыңыз, бір тоқтамай. Енді сіз 50 минут, бұрын 80 минут лекция оқып үйренген ұстазсыз ғой. Ендегі мерекеден кейін біраз жақсы сөздер сізге күш қуат берген сияқты, тағы бір шаршамай, талмай, 10-20 жыл, тіпті 30 жылға шейін жұмыс істеуге күш қуат берген сияқты болып тұр ғой, мына сөзіңізге қарағанда. Жаңа ғана тікелей эфир басталғанында Аманжол Әлтай ақын, Алаштың ақтаңгері сізді құттықтады, сізге деп жатыр, қадірлі әже болсын деп жатыр, сіздің еңбегіңізді. Иә, мен мына бір комментарийді оқып тұрмын, соны Аманжол ма жазған? Аманжол да бәрі жазып жатыр, өйткені енді менің шәкіртім ғой ол. Иә, сіздің еңбегіңізді бағалаған, қадірлеген адамдардың барлығы біледі ғой. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, міне мерейтойыңыз құтты болсын, сіздің ұлт руханиятына сіңірген еңбегіңіз ерекше, бақытты әже болыңыз деп жазыпты Аманжол Әлтай. Жақсы, рахмет Аманжол ағамыз. Міне Аманжол ағамызға рахмет, өткенде өзі де тікелей эфирге шықты, үнемі біздің сұхбатымызды назардан тыс қалдырмайды, қаншама азаматтар қарап отыр. Жалпы сіз ұстазсыз ғой, шәкірттер мен жаңағы министрден бастап премьер-министр орынбасарлар бәрі сіздің алдыңызда дәріс алған ғой. Жаңағы адам баласы, жаңағы айттыңыз ғой, ақыл, білім, өнер, мінез арқылы ғана ерекшеленеді деп. Бүгінгі жас ұрпақтың бойынан қандай мінез көресіз? Және де оған көңіліңіз тола ма? Болашақтағы қазақтың жастары қандай болу керек деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Мынау кейде әлеуметтік желіде мен көп бір нені оқыдым. Мен кешегі Мағжан сенген жастарға мен бүгін сенбеймін дейді. Екінші біреу айтады, мен сенемін, бірақ ана қалғып шұлғып отырған депутаттар кетсін, алжығандар деп. Ана Мырзатай ағамызға да керемет дүниені жазып жатыр. Мен ойлаймын, балалар, әр заманның өзінің жаңағы керемет дүние танымы болады. Біз таныған дүние таным қазіргі балалардың дүние танымына мүмкін сәйкес келмейтін шығар. Біз сондықтан өзіміздің биігімізден оларға баға береміз шығар. Қазіргі жастардың мықты екендеріне көзім жетеді, өйткені біздің тарих факультетінде Жас Алаш деген ұйым бар, 20 жылдық тарихы бар. Сол Жас Алаш ұйымына бірінші курста ноябрьдің Құдай қаласа 15-інде ант беру басталады. Біз оларға ант беріп қабылдаймыз бірінші курста. Сол балалардың
жас алаш деген кездегі көздерің жанғанын көрсеңіз, қалай олға сенбейсің? Оларда керемет рух бар. Әсіресе мынау 91 жылдан бері қарай туған ұрпақта басқаша рух, керемет мақтаныш. Алды міне 30-ға келіп қалды ғой. Ол басқа ұрпақ. Бірақ оларда мынау бір нәрсені жетіспейтін айтайын ба? Сын айту үшін алдыменен керемет терең білім болып, сосын өзіңе өзің қара. Өзіңді дүзетіп барып, басқаның жаңағы кемшілігін көру керек. Міне сол жетпей жатады біздің жастарға. Әйтпесе балалардың екіншіден кітап оқуға құлқы жоқ жастар көп. Мен мына карантиннің кезінде Гоголь библиотекасына 1 ай бойы барып жүрдім. Қолыма жаңағы барлық нені сақтап. Сонда соның ішінде бір оқушыны көрмеймін, отырғандардың барлығы бар ғой. 50-ден 60-тан асқан адамдар сол кітапханада неше түрлі бірдемені іздеп жүреді. Сосын кітапханадан сұрасам айтады, балалар көбіне кітаптарды қазір мынау электронный учебниктен, электронный кітаптардан оқиды деп. Ол дұрыс та шығар, бірақ оны қаншалықты денсаулыққа зияны бар екен білу керек. Мысалы, кітапты қайта оқуды тапсырар едім балаларға. Мен апай оны оқып тастағам дейді, 8-ші класста оқып тастағам дейді. Бірақ 9-ші класста оқыған есею жылдарын қазір қайта оқысам, мен таң қалдым. Мен ештемені ұқпаған екем деп ойлаймын, 9-ші класстағы есею жылдар Сәбит Мұқановтың. Мен оны қазір оқысам, бұл қазақ тарихының нағыз бір дерегі екен. Үркерді оқысам, бұдан 10 жылғы үркер қандай, бүгінгі оқып атқан үркер қарай, ол жер мен көктей. Сондықтан бүгінгі жастардың бойындағы бір жетіспеушілік болса, ол сол жаңағы кітапқа құмарлықтың бәсеңдеп бара жатқандығы. Екіншіден, мынау құймағұлақ болмай бара жатқандығы, неге екенін білмеймін, сол құймағұлақтық жоқ сияқты. Бірдеңені сұрасаң, жалмажан мынау сотовый телефоннан сұрайды, көре бастайды. Есте сақтау қабілетінің азайып бара жатқандығы. Бірақ оларға сенбеу деген болмайды. Нағыз жастарға сенбесең, 86 жылғы кеңестік идеологияда өскен жастардың қалай болып шықты көшеге? Ал қазір, Құдайға шүкір, ұлтым деген, жерім деген дүниені естіп өткен жастар біздің болашағымыз. Тек оларға айтатыным, алдындағы аға ұрпаққа тасатқанды қою керек. Мүмкін аға ұрпақ бір сөзінен жаңылу мүмкін. 80-ге келіп, 80 ауыз сөздің бір жерінен сүрінсе, сол үшін сен ақымақ шал, сен сондайсың деп. Академик Мырзатай Жолдасбеков оған ешқандай лайық емес. Ондай білімі бар, ондай терең ойлы құламаға сөйтіп, оның жасына да жетпеген жастардың әлеуметтік желідегі сөзіне мен өте қарсымын. Соларды жаздыртатын да, соларға бір ақыл беретін де біз сияқты кәртейгендердің ішінде де болуы мүмкін ғой. Мен айтамын, кәртейгенде дұрыс кәртей керек. Қазыналы қарт болып кәртеймей, бір мылжың болып, өсек жинаған адам болып, өмір сүргеннің қажеті жоқ. Ондай болса, тарих сахнасынан кету керек. Ал ондай болғым келмейді. Мен үйтіп өлгенше, одан да мен өзім арымды сақтап өлгенім жақсы көрем. Мен қасымдағы жастарға сенем, менің жас алаштықтарыма сенем, кешегі мен оқытқан шәкірттерімнің өресінің биіктігіне сенем. Олар биікте отырып, жаңағы Аманжол балам сияқты, төменде отырған ұстазына биіктен қарап тұрған жоқ, ұстазым деп қарап тұр. Менің кейбір кемшіліктерімді кешіріммен қарап тұр. Осының өзі жастардың болашағын барын көрсетеді. Ал жарайды, праймериз деген болып жатыр. Көреміз, ертең сол жастардың қаншалықты реформа жасағанға үлесін қосатын. Өтпейді, әрине орнын босатсын, мен оған қарсы емеспін. Депутаттардың алды 80-де 70-ке келіпті, босатсын орнын, қарсы емеспін. Бірақ олардың білгенін үйреніп, оларға демеу беріп, аға мына айттым ғой жаңа, жеткенге жетекші керек деп. Аға мына жерде қателестіңіз деген сөзді жай айтуға болмай ма? Сендер жуындыға тойған итсіңдер деген сөз жазады үлкендеріне байланысты жастар. Бұл нені білдіреді? Сонда біз кімді тәрбиелеп жүрміз? Өкінесің, өз қолыңды өзің шаба алмай қиналады екенсің. Немесе жаңағы асыл арнадағы неше түрлі хабарларды сол жігіттің де соңынан неше түрлін айтады. Айналайын, оның айтқан сөзін мен айта алмаймын. Керемет ұстаз. Бүкіл мемлекеттің идеологиясын айтып жатыр. Сондықтан өткізбей тастады ғой адамдар, неше түрлі айтып. Ол керемет азамат.
Мүмкін бір жерде қателігі бар шығар, сүрінген шығар. Енді сол сүрінген адамды одан сайын тұқыру керек па? Сенің білгенің сол ма? Білгеніңді, әлгі білмегенді кешірмесең, білгендігің қайсы депті қазақ. Сонда білгеніміз қайсы, айтыңызшы. Әсіресе осының бәріне мұрындық болатын біз сияқты өмір көрген ұстаздар, өмір көрген саясаткерлер жастарға дұрыс бағыт бермей бүлдіріп жатырмыз. Сондықтан жастар жаман деп қалай айтамыз, егер біз жаман болып тұрсақ. Біздің беріп атқан тәрбиемізде формамыз бар, мазмұнымыз жоқ болып кеткен адам болып жатырмыз. Мен солай деп ойлаймын. Жастарды кінәламаған, оған тәрбиені дұрыс бермей отырған біздер кінәліміз. Жарасты. Апай, тіліп айттыңыз, енді сонысымен сіз Нұрсахан апайсыз ғой, сонысымен сізді жақсы көреді. Сіздің осы тік мінезіңіз, жаңағыдай ақиқатты айта алатыныңыз, шындықты айтқанда шімірікпейтініңіз, сол бізге ұнайды. Сол үшін біз сізді жақсы көреміз. Енді біреулер үшін шыңбайына батып жатса, енді өздері түсінер. Бірақ бүгінгі қоғамда, бүгінгі таңда бәрібір шындықты айтатын, шындықты болғанда жаңағыдай дұрыс сөз айтатын, оң сөз айтатын ұстаздар керек қой. Барлығы сол күнкөрістің, жаңағы құр мал табудың, немесе жан бағудың қамымен жүріп жатқанда шығар көбісі. Бірақ олардан сіз адасыз, шамаңыз келгенше осы ақиқатты айтып, шындықты айтып, тарихтың көмескіде жатқан кейбір қатпарларын ашып жеткізуге жаныңыз салып жатасыз. Сол үшін рахмет айтам. Енді сіз тұлғатану деген ғылыми зерттеу орталығында жұмыс істейсіз. Біз білсек, Букетовтың өзі сіздерді, Сағындық аға екеуіңізді университетке қызметке шақырып, үй беріп, осындай үлкен кафедраны ашып жұмыс істеуге өзі ықпал еткенін жақсы білеміз. Бүгінде көп адамдар сол бертінгі ректорлерді таниды. Олардың өзінің жаңағы сіз айтқандай жақсы сөздер емейтінін білеміз арттарынан. Кейбіреулер өзіңізді көрдіңіз, шарапаты да, шапағаты да тимейді ешкімге. Бірақ әйтеуір ректор болып жатады. Бірақ сіз енді біз ректор қандай болу керек? Бұрынғы ректор Евни Арыстанұлы Букетов қандай адам болды? Сол туралы бір айтып беріңізші. Тыңдармандар, оқырмандар білсін. Мен өзім университетте ең бірінші студенттерге лекция оқығанда ең бірінші мен Букетов туралы айтамын, ең бірінші. Өйткені бұл университет Букетовтың атында. Ол қандай адам болған? Соның атындағы университет. Сондықтан сіздің де аузыңыздан шарапатын, шапағатын көрген адамсыздар ғой. Букетов деген қандай адам болған? Шын мәнінде Арыстанның ұлы қандай болды? Рахмет сұрағыңызға. Тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының атына байланысты әрбір тұлғаның қадір қасиетін білуді шамам келгенше үйретіп, шамам келгенше мақала жазып жүрмін. Евни Арыстановичтің қандай адам екенін мен оның 90 жылдығында жақсылығын көрген едім деген үлкен бір мақала жазып едім, естелік сияқты. 74-ші жылы қолымда сары чемоданым бар. Жалғыз чемоданмен келіп едім дейді ғой. Сол сияқты жалғыз чемоданды арқалап университеттің алдында тұрғанда бір ұзын бойлы азамат сен неге келдің, қайда келдің деп сұрады қасыма келіп. Мен ол кісінің ректор екенін де білмеймін. Өйткені жаңа ғана аэропорттан самолеттен түсіп, басқа барар жерім жоқ, университеттің алдына қазіргі Гоголя 38-ге келіп тұрғам. Мен айттым, мен Алматыдан осында жұмысқа келдім. Маған тарих факультеті керек дегенде, жүріңіз деп есікті ашып кіргізген сол кісі. Кейінде мен арызымды жазып оның алдына барғанда ректор екенін бірақ көріп құлақ бала жаздағам. Міне сондай қарапайым адамның, әйтпесе ол жай ғана амандаспай университеттің алдында кім болса тұрғанда не керегі бар оның. Міне сондай есімде қалды. Сонан кейін ол кісінің қарапайымдылығына мен таңғалам. Ол кісінің үстінен арыз жазған газетте таңғы 8:30-да ең бірінші көрген Гоголя 38-де мен едім. Соны оқи салып қорыққаннан газетті жұлып алып қолтығыма тығып колледж уақытқа әкеп беріп едім. Өйткені ондай адамды, қарапайым адамды, ондай білгір адамды мен көрген емеспін. Өйткені ол кісінің қабылдауында мен 5 рет болдым. Бір жазда 5 рет. Неге деңізші? Біріншіден, мен молодой специалистпін, маған жұмыс бермейді. Ол кезде бізде зав кафедра басқа бір ұлттың өкілі болатын. Тұра тұрыңыз, жұмыс жоқ деп. Екіншіден, ona жұмысқа кіргеннен кейін үй беріп жатты молодой жаңағы жас мамандарға. Маған келгенде үйді бермейді. Өйткені сіздің жолдасыңыз аспирантураға кетті, жалғыз өзіңіз жатақхана тұра беріңіз деп. Иманды болғыр үлкен бір ағамыз бар еді, фамилиясын айтсам туысқандары отырып өлген кісінің фамилиясын айтты ғой деп. Әділдік көрсетпеді. Сен жатақханада тұра бер,
балаң да жоқ екен қолыңда, онда жалғыз қызымыз Ақтөбеде әжесінің қолында болады. Сосын мен Евния Арсташқа кірдім. Осылай да осылай, ағай маған үйді беруге, саған үй тиесілі емес дейді. Сен жалғызсың деп. Сонда ол кісі айтты, сен жалғыз емессің ғой, сенің балаң бар емес пе? Я говорю, бар. Бір кнопканы басып шақырып алып, сонда мынандай сөз айтты. Сукины дети деген сөзді мен сол кісінің аузынан естідім. Ана проректорға ұрсып жатыр сөйтіп. Қандайсыңдар? Бұлар үкіметтің жаңағы министерство направлениясымен келген маман, жолдас аспирантураға кетті. Ал мына балаға неге бермейсің? Қазір менің көзімше қай жерде үй бар? Кривогуза 15 па? Содан екінші этажынан 2 бөлмелі үйді сол жерде маған бергізді. Қараңызшы. Онан кейін менің жолдасым аспирантураға кетер кезде тағы да үлкен жаңағы кедергі болды. Ол биыл ғана келген жігіт аспирантураға бармайды деп. А ол кезде археология мамандығынан мамандар жоқ. Сосын Евния Арстаншыққа кіріп, осындай орын келген екен, мен археологпын ғой. Мен соған барайын деп едім, бірақ маған 3 жыл жұмыс жасамай бармайсың деп айтты деп. Сол сәтте оны аспирантураға жіберу мәселесін шешті. Өзі археологтар жоқ, өзіміз оны қолқалап шақырып алдық. Барсын. Қолына хат ұстатыпты. Мына хатты Марғұланға апарып бер деп. Академик Әлке Хақаныш Марғұланға. Қазіргідей сотовый телефон жоқ, не жазғанын білмейді, конвертті апарып берсе, Әлке Хақаныш Марғұлан соны ашып оқып. Әй бала, Евния Арстан саған ғылыми жетекші бол депті ғой депті. Мен саған ғылыми жетекші болайын, мен енді соңғы аспирантым боласың, сен менің жасым келген адамын. Сен онда орталық Қазақстанның қола дәуірін зерттейсің деп тапсырма берген екен. Міне екі ұлы тұлғаның жақсылығын өмір бойы ұмытпаймын. Евния Арстаншық қайтыс болғанда зиратының басында қатты егіліп жылап тұрсам, біреу маған айтады, сіздің туысыңыз ба деп. Мен айттым, мен туысымнан емес, осы кісіден жақсылық көрдім деп. Қандай қарапайымдылық. Макбетті аударғанда қазақ тіліне, театрда Сәкен Сейфуллинге қойғанда неше күн, 3 күн аншлаг болды. Сонда ана кісінің ұлылығын қараңыз. Шекспирді аударып, қазақтың бүкіл орыс болып кеткен орталық Қазақстанға Шекспирді, Макбетті қазақшаға аударған кім? Евния Арстаншық қой. Әдебиетті де, химияны. Сол кісі академик Букетов жұмыссыз қалғанда химика-металлургия институтқа лаборант болып кеткенде барып сәлем берген едім. Аға, біз сізді ұмытпаймыз деп. Сонда сен қай баласың деп. Сонда айтқанда, Батыр қалай деді. Батыр дейтіні менің жолдасым еді. Міне осындай тұлға, қазір президент айтады ғой, әлгі халықты тыңдай білетін үкімет деп. Бұл басшы халықты емес, қарапайым лаборантты тыңдай білетін басшы еді. Міне сондай қасиет бүгінгі басшыларда болса, Букетовтың атына сай болса, енді қараңызшы, сол кісінің қадірін қанша жыл жүріп, зиратының басына барып Құран оқытқанды мен биыл бірінші рет көрдім. Жаңадан келген біздің ректорымыз Нұрлан Орынбасарұлы. Сол кісінің зиратын іздеп барып, тауып, жан-жағын тазалатып, Құран оқып барып өзінің жұмысына кірісуі, бұл үлкен бір адамның белгісі деп ойлаймын, адамшылықтың. Әрине, қазіргі жастар соны бағаласын. Мен мысалы бүгін жұмыс істермін, ертең жұмыс істемеспін, жасым келген адам. Бірақ мен айтар едім, Букетов деген атқа лайық болатын адамдар билікте отыру керек. Қалғанның бары көз бояушылықпен жүретіндердің заманы емес. Оның аруағы сонда ғана риза болады. Мен ол кісіні солай қадірлеймін. Қарапайымдылығымен ол ұлы болған адам екен. Жақсы айттыңыз. Осындай адамдарды айтуымыз керек. Өйткені қазіргі кезде тұлғаның жаңағы ел имиджге айналдырған адамдардың болмысы өзгеріп кетті ғой. Жылтыраған, жаңағындай белгілі бір пайдасы тиеді-ау, маған бір қолғабысы тиіп қалады-ау деген адамдарды ғана мақтап, соның маңайында топшыланып жүретіндерді көріп жатырмыз. Сондықтан Букетовтың шын мәнінде Арыстанның ұлы екенін осындай сізге айтқандай қасиеттер жалпы жақсы сұхбат болып жатқан сияқты, елдердің, тыңдармандардың көкейінде жүрген біраз мәселелер қамтылып жатыр. Жалпы енді биыл Абай хакімнің 175 жылдығы енді уақытымызда келіп қалды. Жалпы ұлттық
тәрбиеде, әсіресе мына жастар тәрбиесінде абайдың қасиетін, абайдың ұлылығын қай жағынан сіз үлгі етесіз? Оның енді абай хакім ғой, ол ұстаздығы да бар, ағартушылығы да бар, поэзиясы да бар, хақниясы да бар деген. Сіз көбінесе абайдың қай сөзін жиі шәкірттерге айтасыз, және де абайдың қай қасиетін ерекше жастарға үлгі етесіз? Мен абай туралы айтқан кезде, осы абайдың 170 жылдығын атай бастаған кезде тарих факультетінде бірінші болып дөңгелек үстел өткіздік. Абай және ұлттық тарих деп. Өйткені абайдың өмірі 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы трагедиялық кезең екен қарап отырсам. Ұлттық биліктен айырылу, дәстүрлі биліктен айырылу, пара беруге үйрену, жерден айырылу, тілден айырылу, шоқыну, насильственный русификация жүріп жатқан кез, болыстыққа таласу, жаман қасиеттердің барлығы абайдың жанын жеген екен. Абай осының бәрінен ада болу үшін не істейді? Көзі ашық оқу, білім тәрбиелеу, бала тәрбиесіне керемет көңіл бөледі. Сондықтан мен абайдың жаңағы жастарға арналған өзіңді өзің оқы деген сөздерінің барлығы мәңгілік педагогика деп айтар едім. Қазақ халқында абайдан артық айтқан адам жоқ деп айтамыз. Бар да шығар. Біз көбінен білмейміз. Ақтанбердінің де сөзінде, Мұхаммед Қайдар Дулатидің сөзінде де дүниелер бар, өлмейтін сөздер бар. Әсіресе ел басындағыларға. Абай міне осымен. Абай өзінің айналасын қоршаған ортаға кереметтей жаңағы жылы көзбен қарау, адами көзбен қарауды үйреткен адам Абай ғой. Қараңызшы, қыс, жаз, күз кереметтей. Бүгінгі күндегі тұлпардың сынын айтып кеткен Абай ғой. Адамның сынын айтып кеткен адам ғой. Толық адам болу үшін не болу керек дейді? Ең бірінші әкені, шешені, туған жердің қадірін біл деген қасиетін педагогикадағы нағыз өлмейтін ой деп айтуға болады. Зеренің тәрбиесін көрген Абай, әкенің тәрбиесін көрген Абай, және халқының ішіндегі топастықты көріп соған жана ауырған Абайдан бүгін не алу керек? Біздің халқымызда баяғы жартас, бір жартас сияқты қасиеттер әлі бар ғой. Абайды оқып үйренуде біз осыны білмесек, осыдан тәлім тәрбие алмасақ, біз адам болуымыз екіталай. Болармыз, бірақ барымызды жоғалтып барып болатын шығармыз. Басқаға еліктеп кететін шығармыз. Абайды біреу орыстың оқуын үйренсін деп кінәлайды. Абай менен Шоқанды, Ыбырай Алтынсарин, олар жаңа орыстың оқуын үйренсін деп. Ол кездегі орыс оқуы көзді ашуға мүмкіншілік берген. Ақым Абай. Абайдың сөзінен болыс болды мінекей деген немене? Қазақ даласындағы сайлаудың қаншалықты зиянды екендігін, бүкіл малды, абыройды шашып болыс болғандағы мақсаты не? Кейін оны Әлихан Бөкейхандағы айталайды ғой. Сондағы мақсаты дейді, ана жерге болып, қайтадан сол кеткен шығынды қайтарып алу үшін жұмыс істейді дейді. Ой Алла, 21 ғасырдағы сайлаудың кейбір сәттері соған келіп тұрады. Ондай болса, Абай мәңгі өлмейтін өміршеңдік саяси ұстанымымыз біздің. Малды шашып, пәре беріп, ана жерге барып депутат болғандағы мақсатымыз не? Баю ма? Абай осыдан сақтандырады. Сондықтан мен үшін Абай саяси ұстаным емес, мен үшін ол үлкен педагог. Абайдың педагогикалық көзқарасы деген оның әрбір сөзінде, өлеңінде тұр. Бүгін мақал мәтелге кетті. Сондықтан Абайды оқу, әсіресе ел президентінің жаңағы Абай және қазіргі Қазақстан дегенде қандай дүниені қозғады, ой салып бізге қалғып бара жатқан кезімізде қайта оянамыз. Біз қалғып кететін халықпыз өзі. Таңғаламын мен. Мың өліп мың тірілген десем, мен мың өліп мың тірілген деме, мың қалғып мың оянатын халықпыз. Қалғып кетеміз да, бір жеткен жетістігімізге дандайсып, ананы ұмытып кетеміз. Ал қараш, ақасы ұмытуға болмайды. Күнделікті өміріңде Абай тәлім аласың, тәрбие аласың, имандылықта соның бойында сөзінде, адамгершілікте соның сөзінде, бүкіл экономикада соның сөзінде, қалай байлық жасау керек, қандай экономика жасау керек үйретіп отыр ғой. Енді не керек, айтыңызшы? Музыка сонда, тарих сонда. Сондықтан Абай және отандық тарих деген дөңгелек столдың негізгі идеясы осылай болды. Содан сабақ алуды студенттер үйретті. Үлкен бір жақсы кездесу болған. Сонан кейін барып карантин болып, діңкеміз қатып қалды ғой. Баяндама жасадық па? Иә.
Сонда өзің де баяндама жасадың, иә, керемет. иә Сонда қанша студенттің жанып тұрған көзін көрдің. иә шын мәнінде Сондықтан кім айтпай мырза, мен ойлаймын сіздің мынау рухани құндылық деп рухани жаңғыруға шақырғаныңызға рахмет. Мен өмірімнің соңына дейін Әлихан Бөкейханның айтқан сөзіменен өмір сүремін, жаным тірі болса. Әлгі елдің сөзін естігім келмейді, мына кемпір аяққа неге оралып жүр деп. Жаңағы депутаттарға айтып атқан жастардың сөзін менің де адресіме айтқанын естімей, өзімнің орнымды, қадірімді біліп кететін кезінде кететін деген жаңағы алдымда үлкен мақсаттарым бар. Ол бірінші. Екіншіден, мен өзімнің жаңағы ішімдегі шырағымды жанғанына қуанам. Оны сөзімді мынаумен аяқтағым келеді. Қали Орманов біздің елдің азаматы ғой, Жетісудың. Елден кетіп баратқанда мынандай өлең жазыпты. Жарбиған жаман тонтымақ жабысып кетті үстімде, жанайын деген бір шырақ жылтылдай кетті ішімде деп. Әке тәрбиесін көрмеген, жалғыз анамның, ағамның тәрбиесін көріп өскен менің ішімдегі шырағымды жандырған, ол мыңда бір жаңағы оқуға түскен білімім, анамның тәрбиесі, ағамның тәрбиесі. Енді сол жанған жырақты өшірмеуге үлкен үлес қосқан ол менің шәкірттерім, менің халқым. Менің халқым деп отырған мен шәкірттерім, мен халықтың алдында жұмыс жасадым деп айтпаймын. Менің халқым, менің студенттерім. Олар ертең халықтың бір құрамасы ғой, жастар деген топ. Міне сондықтан олар менің шырағымды жандырды. Мен соған мыңда бір шүкір деймін, тәуба деймін. Оның үстіне сен сияқты жақсы азаматтар қасымда жүр. Өзің айтқандай, апай мен 3 күн тату болам, 4 күн наразы болам дегенің сияқты. Не үшін наразыласатынымызды білесің. Жұмыс жүрсе екен, рухани құндылық болса екен деп жүреміз. Сондықтан мен саған тілейтінім, біз көрген бейнетті көрме, анау 4 балаңа жақсы тәрбие бер. Әкенің тәрбиесін көріп өскен ол керемет жақсы ғой. Мен әкенің тәрбиесін көрмеген адам, мен жалғыз ағамды әкедей қадағам. Мені тәрбиелеген өзімнің жолдасым, мен ерте тұрмысқа шықтым да, ол мені тәрбиеледі. Өйткені ол әскерге барып келген азамат. Сөйтіп дәрісімнің соңында, немесе әңгіменің соңында айтатыным, жастар мамандық таңдауда, жар таңдауда қателеспеу керек. Бұл сенің өміріңдің шырағы, барометр. Соған жұмыс істейсің, соныңмен жүресің. Сондықтан шақырғаныңызға рахмет. Тыңдағаныңызға рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, алтын басыңызды иіп, біздің жобамыздың қадірлі қонағы болып, жақсы сұхбат бергеніңізге алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Біздің Сағындық аға екеуіңіз қадірлі қария, ардақты ата, аяулы әже болып, Алаштың үлкен бір қадірлі отбасысыздар ғой, берекелі шаңырағысыздар. Солай әрқашан абыройларыңызбен Алашқа қадірлі болуларыңызға тілектеспіз. Әлі де береріңіз мол деп ойлаймын. Ендігі кезде рахатын, қызығын көріп, қуанып жүруге Алла нәсіп етсін. Сізге және сіздің отбасыңызға Алланың нұры жаусын. Бар жақсылық тілейміз. Алтын уақытыңызды бөлген үшін тағы да рахмет айтамын. Алдағы уақыттарда біз сізбен бірге жұмыс істейміз. Рухани жаңғырудағы ақыл кеңесіңіз, бізге көрсететін бағыт-бағдарыңыз, ол әрқашан бізге жаңағы өзі айтқандай жанып тұрған шырақ сияқты. Сол ауылда кішкентай ғана Жетісудан жаңылған шырақ мәңгілік сөнбесін. Сіздер мен біздерді жақсылыққа жетелейтін, маңайын жарық қылатын үлкен сәулеге айналсын деген тілегім бар. Рахмет сізге. Саламатта болыңыз. Саламатта болыңыздар, үйге сәлем айтыңыз. Көп рахмет. Масан рука шулап жатыр ғой.